Кинодағы жағдайлар менің басымдан өтсі. Ғимаратта ешкім тірі қалмады ма, Локи? Жоқ, басеке. Мына біреу жатқан ше? Тексеріп көрейік. Сен үйдің үлкенісің. Саған біраз жылдардан кейін анаң внимание бөліп жатыр. Алтыным менің, қолыным тұңғышым ғой менің. Құшаққан. Кешке не тамақтайын деп берейін саған? Манты. Вот, кешке мамасы пыштық мант жасап береді баласына. Карточкаңа 10 000 теңге аударып қойын, өзің жұмсай, ә? Мен кеттім, тамақ істен құрсын, жүре бермейін. Официант шақырайық та, официант. Айта берсін. Айта беріңіз, не істеп отырсың сен? Бізбен амандасып өтпейсің ба? Кім шөт төлейді? Мен. Саламатсың. Біз ше сонда? Жай сөйлейді. Жай сөйлеспе, сен администратор қайда? Администратор шақыр. Мен. Ағасы немене мынау, не бардак, мынау қалай сөйлейді клиентпен? Нормально обслуживать етіп жатыр ғой. Қақтың нормально. Официант, бола ма? Жаңа мен коктейль деп едім ғой. Ал енді. Сен немене нағылай официантсың? Салфет көрдің бе, брат? До конца түбіне дейін қиып тастайын ба? Қыздың әдемі болсын. Официант, скорый шақыр. Қақалып жатыр. Қақалып жатыр. Я. Кім қақалып жатыр? Айтсаңыз кім қақалып жатыр? Скорый шақыр. Алматы қаласы студенттердің жағдайы. Точно осы ма, братан? Братан, точно осы ма? Точно осы үй деймін, ұқсап тұрған жоқ па? Дәл міне кәдімгі телевизор, плазма міне. Өлме, братан. Бір бөлме, бір бөлме. Спальня қай жерде? Залға кіресің, солға бұрыласың, бірден спальня тұр міне. Андай жуынатын ванна қақта. Ванна, мына есіктен кіресің. Міне ванна, джакузи. Осы былтыр орнатты, міне суы бәрі жап-жылы. Студентпіз, братан. Болары осының бәрін қаншаға бересің енді? Студентпіз. Үйді шашпаңдар, ремонт жақында ғана істедік. Сен болар бағасы 250 мыңға алсаңдаршы осыны айына. Адам тұратын емес қой, братан, мазағың ба, братан? Студент емеспіз ба? 250 мыңға. Нені ал, братан? Ашуланба. Басын? Ашулан. 150 мыңға алсаңдаршы берейін. Пошел нахуй. Ah!